Қазір ата көтеніңе піш деп укол салады. Дәрігердің алдында бала жылап отырмау үшін мен қандай әрекеттер жасаймын? Бірінші, дәрігердің істеуі мүмкін қимылдарды көрсетемін, аузында аш дейді, мына жерін ұстайды деген сияқты. Құралдарын көрсетемін, құралдарды қалай пайдаланатынын суреттерден. Сосын айтамын, қазір осылай тексереді, кішкене ғана ауырады, болды, шашыдасаң болды деп. Мысалы, баланың аузына шпатель салады ғой, сол кезде ауруы мүмкін, немесе укол система салғанда ауруы мүмкін. Жалпы ол нәрсені күнделікті үйде айтып отырамын. Мысалы, бала басын бір жерге соғып алды, ол ойлайды, енді менің басым өмір бақи ауырады деп қабылдайды кішкентай бала. Сондықтан оған түсіндіру керек. Сәл кішкене шыдай тұр, кішкене ауыра тұрады, сосын жазылып кетеді деп. Қызыма укол салды жамбасына. Уколды салған кезде жылады, әрине бала ғой. Бұдан кейін өзі болды, бітті, ауырмайды деп ламай шықты. Оны енді видеоға түсіре алмаппын. Қайда бара жатқандарыңызды жасырмай алдын ала айтыңыз. Сонда балада алдағы уақытта не болатынын білгендіктен кішкене көңілі басылып тұрады. Одан кейін сезімін құнсыздандырмаймыз. Мысалы, ауру сезінді ма? Неге жылайсың, жылама, бала деген жыламайды, бірдеңе деген сөздер айтпайсыздар. Одан кейін сәл үлкенірек бала болса, кәдімгі мысалы екпеге алып барсаңыздар, ютубта арнайы видеолар бар, дайындайтын баланы, соны көрсетсеңіздер болады.